Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз қысқы салат, дәруменге толы, пайдалы салат, қызылшадан жасалған икра дайындаймыз. Бұл салатты әркім әрқалай дайындайды. Мен сіздерге ең оңай түрін ұсынамын. Ең алдымен осы салатқа қажетті барлық көкөністерді жуып тазалап, ет тартқыштан оңай өту үшін осындай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Енді жасалуына келетін болсақ, жаңағы дайындап қойған барлық көкөністерімізді, қызылшаны, болгар бұрышын, сәбізді, қызанақты және де чесноқты барлығын осы ет тартқыштан өткізіп аламыз. Өз қалауларыңызша ашты бұрыш қосуға да болады. Мен салат острый болып кетпеу үшін осы бүкіл массаға бір ғана бұрышты ішіне қосып тартып жібердім. Осы икрамызға чесноктың орнына пияз қосып тартсаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Осындай да вариантпен істеп көріңіздер. Жаңа қажетті көкөністердің барлығын тартып болғаннан кейін бір рет жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстіне тұз, қант, күнбағыс майын қосып, жақсылап тағы да бір рет араластырамыз. Ішіне лавр жапырағын қосып жіберсеңіздер де болады. Енді осы икрамызды плитада 2-2,5 сағаттай пісіріп аламыз. Менде бұл жерде 2,5 порция. Сіздерге қазір бір порцияға қанша кететінін төменде жазып қалдырамын. Икрамыз дайын боларға аз уақыт қалғанда ішіне уксусымызды қосып, тағы кішкентай отта пісіріп аламыз. Дайын болған икрамызды ыстық күйінде алдын ала дайындалған банкілерге құйып жауып қоямыз. Бұл салатты құр өзін я болмаса тамаққа қосып жесеңіздер де өте дәмді. Жасап көріңіздер. Менің жасаған вариантым сіздерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.